Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біздің шоуымызда жаңа металл іздегіш Nokta Makro деген түрік компаниясында шығарылған мультикрузер атты металл іздегішіне шолу жасайтын боламыз. Бірге ашып танысатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай осындай коробкамен келді. Қазір ашып көретін боламыз. Бірінші көзге түскен бізде беспроводной наушник. Bluetoothпен жұмыс жасайтын. Nokta Makro. Бізде зарядтайтын жері, өшіп қосатын кнопкасы. Және бізде екінші көзге түскен, ол бізде Nokta Makro деген шапка. Қараңыздар. Өте әдемі жасалған екен. Енді осыны киіп іздейтін боламыз. Және бізде 11,7 дюймдық катушка, моно катушка. Су өткізбейді, ешқандай. Және бізде зарядтағыштар, зарядтайтын проводтармен жерде катушканы қатыратын болт. Біреуі запаста болады, біреуі қолданыста. Және мынау бізде шынтаққа киетін. Және мынау біреуі наушник зарядтайтын, біреуі блок зарядтайды. Және міне крузердің өзі. Міне қараңыздар. Деген керемет жасалған. Салмағы да ауырлау екен, Simplexке қарағанда. Қараңыздар. Шуруптарын бәрі көрініп тұр. Айналдыра қатырған. Бұл блокты 5 метрлік тереңдікте суға батыруға болады. Қараңыздар, не деген көп настройка ана жерде. Режимдер. Бұның бәрін оқып танысатын боламыз алдағы уақытта. Міне бізде штанга жалғайтын. Біреуі пластмасс екен, біреуі металл екен. Астыңғысы пластмасс, үстіңгісі металл. Және міне бұл бізде 2,4 кГц-тік наушниктің документі. Және мынау бізде талон, гарантияның талоны. Блокқа 2 жыл, катушкаға 1 жыл гарантия. Және бізде міне крузердің анықтамасы. Бұл жерде крузер жайында барлық анықтамалар жазылған. Міне достар, комплектіде осының бәрі болады екен. Бізде қазір міне блокқа катушканы тағатын боламыз. Міне қараңыздар, тура біздің алдыңғы металл іздегіш Simplex'кімен ұқсас екен.
тура осындай етін болды. Міне мынау сол жағындағына катушка тағамыз, мынаға зарядкамен наушник тағатын боламыз. Тағылды. Енді бірге қосып көретін боламыз. Ал бісмиллах. Мынау кнопканы басып тұрады екенбіз. Міне дауысын қараңыздаршы, тура симплекске ұқсас. Міне достар, жинаулы күйінде осындай болады. Ең майда бізде сырға. Ауада тексеріп көретін боламыз. Және тура сол тартып тұрған жерге қоятын боламыз. Күміс сепчика. Осындай жерде. Күміс сырға, кішкене үлкендеу. Тура цепочкадай жерде тұр. Жарты метр.